Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз сіздермен Ньютонның екінші заңы тақырыбын қарастырамыз. Ә, Сабақты бастаудан бұрын біз осы сабақтың мақсаттарын және бағалау критерияларын қарастырайық. Сабақтың мақсаттары ол Ньютон заңының тұжырымдамасын білу. Екінші мақсат Ньютон заңдары бойынша мысалдарды түсіндіріп, есептерді шығару. Негізгі мақсаттар осы. Сонымен бірге бағалау критериясы бойынша осы сабақтың жақсы баға алам десеңдер, сабаққа белсенді қатысып, есептерді дәптерде жазып, шығарып отырамыз. Түсінікті ме? Онда әрі қарай кеттік. Сабақты бастаудан бұрын біз өткен тақырыптарды қайталайық. То есть екінші заңын білу үшін біз оның алдыңғы өткен сабақтарды біліп өтейік. Ең бірінші біз үдеуді білуіміз керек. Үдеу не екенін кім біледі? Еске түсірейік. Дұрыс, үдеу дегеніміз ол қозғалыс жылдамдығының өзгеру шапшаңдылығы деп айттық. Үдеудің формасы А тең жылдамдығының өзгерісі бөлу уақыт деген едік. Жақсы, келесі сұрағымыз Ньютонның бірінші заңы. Еске түсіреміз. То есть Ньютонның бірінші заңы ол инерция заңы деп аталады, және онда біз егер денеге әсер ететін күштердің суммасы нөлге тең болса, ол дене бір қалыпты қозғалады және жылдамдық тұрақты болады дегені, және немесе дене тыныштық күйде тұрады, жылдамдығы нөлге тең. Мұнда мен жазып көрсеттім, сумма F тең 0, жылдамдық нөлге тең немесе константа деп. Келесі сұрағымыз табиғаттағы күштер. Қандай күштер бар, соны айтып өтейік. Ең бірінші көз ол ауырлық күші дейміз. Ауырлық күшінің әсерінен біз ауырлық күшімен жақсы. Бірінші ауырлық күші, екіншісі салмақ, дұрыс. Ол ауырлық күші мен салмақ бір-бірімен өте байланысты дейміз. Бір-біріне тәуелді деп айтуға да болады. Кім айтады не үшін? Жақсы. Ауырлық күші, енді осы екеуінің бір-бірінің айырылмашылығы неде? Ауырлық күші ол жердің тарту күші болса, салмақ ол дененің тірекке әсері деп айтуға болады. Келесі күш бізде серпімділік күші немесе Гук заңы дейміз. Келесі күшіміз қандай күш? Үйкеліс күші, және соңғысы бізде Архимед күші. Қатты денеге сұйық немесе газдардың әсерінен пайда болатын күш дегенбіз. Жақсы. Енді келесі масса және инерттілік туралы айтып кетейік. Біз 7-8 кластарда осы массаларды өткенбіз. Массаға байланысты есептерін шығарамыз. Кімнің есінде бар масса дегеніміз не? Енді айтайық, ол масса дегеніміз ол дененің инерттілігі деп айтқанбыз. Ал инерттілік деген не? Оны қазір айтып кетеміз. Инерттілік деген, қарапайым тілмен айтқанда, дененің өзінің тыныштық күйін сақтап қалу қасиеті. Басқаша айтқанда, дененің массасы ол инерттіліктің, яғни күштің әрекетінен белгілі бір үдеу алу қабілетінің сандық сипаттамасы болып табылады. Түсінікті ба? Біріншісі ол масса ол инерттілік, а инерттілік ол дененің өз тыныштық күйін сақтап қалу қасиеті. Енді бүгінгі тақырыпқа байланыстырсақ, ол дененің массасы оның инерттілігінің, яғни күш әрекетінен белгілі бір үдеу алу қабілетінің сандық сипаттамасы болып табылады деп айтуға болады. Енді қазір бір видео қарайық, содан кейін сабағымызды жалғастырамыз. Ньютонның екінші заңы күшті қалай өлшеуге болатынын түсіндіреді. Күш дене массасы мен
осы дененің үдеуінің көбейтіндісіне тең. Бұл денеге әсер етуші барлық күштердің қосындысы теңгерілген күшті құрайды. Жарайды. Осы видеоны түсінген болсаңдар, кім не айта алады? Енді былай айтайық, барлығынікі дұрыс айтқандарың. Ньютон екінші заңы қалай тұжырымдалады, қалай айтылады? Жазып алыңдар. Егер денеге әсер ететін күштердің қосындысы нөлге тең болмаса, ол дене бізде үдеумен қозғалады. Біз сендермен өтіп едік кинематика тақырыбында тең үдемелі қозғалыс деген. Және осы Ньютонның екінші заңы тең үдемелі қозғалыстың себебі болып табылады. Презентацияны көріп тұрсыздар, бізде үдеу күшке тура пропорционал, ал массаға кері пропорционал. То есть масса қаншама көп болса, үдеу соншама азая береді екен. Формуласы F тең ma немесе A тең F бөлу m деп көрсетуге болады. Бұнда F бізде күш, m кішкентай бұл масса, A бізде үдеу. Түсінді ма? Жарайды, енді біз келесі слайдқа көшейік. Егер осы тақырып түсінікті болса, біз осы тақырыпты тиянақты түсінуіміздің, жақсы түсінуіміздің енді осы есептерін шығарып көрейік. Бірінші есебіміз былай айтар екен. Массасы 2 килограмм дене 1,5 метр секунд квадрат үдеумен қозғалады. Денеге әсер етуші күштің мәнін анықтаңыз дейді. Оны табу үшін біз берілген жазамыз. Дененің массасы 2 килограмм, үдеуі 1,5 метр секунд, табу керек күшті. Шешуі күштің формуласы бізде Ньютонның екінші заңына байланысты F тең ma деп жазамыз. Және F тең 2-ні көбейтеміз 1,5-ға, және келіп шығады 3 Ньютон. Жауабы 3 Ньютон. Осы есепті жазып алыңдар. Енді келесін жазайық. Екінші есеп. 40 Ньютон күш денеге 0,16 метр секунд үдеумен үдеу береді екен. Бұл денеге күштің қандай мәнінде үдеуі 1,8 метр секунд квадратқа тең болады дейді. Бірінші 40 Ньютон күш денеге әсер етіп 0,6 метр секунд квадрат үдеу береді. Кейін ол күш өзгеріп, дененің үдеуі 1,8 метр секунд квадратқа көбейер екен. Біз осы екінші күшті анықтауымыз керек. Оның үшін берілгендерін жазамыз. F1 бізде 40 Ньютон. Бірінші үдеу 4,6 метр секунд квадрат. Екінші үдеу 1,8 метр секунд квадрат. Табу керек F2-ні. Шешуі біз бұнда Ньютонның екінші заңынан қолданамыз. F тең ma деп жазып аламыз. Және біз осы слайдқа сәйкес үдеу A тең F бөлу m дедік. Осы жерден біз m тең F бөлу A деген формуланы келтіріп шығарамыздағы келесі есепке жазамыз. То есть m тең F1 бөлу A1-ге тең, және дененің массасы өзгермеген үшін, дәл сол масса болып қалған үшін F2 тең A2-ге тең болады. Және осы екі өрнекті теңестіріп, біз F1 бөлу A1 тең F2 бөлу A2 деп жазып аламыз. Осы пропорциядан біз F2 тең F1 көбейту A2 бөлу A1 деген формуланы келтіріп шығарамыз. Сонымен F2 тең 40 көбейтеміз 1,8-ге және бөлеміз 0,6-ға. Шығады 120 Ньютон. Есептің жауабы 120 Ньютон екен. Түсінікті ма? Енді түсінікті болса, негізі бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаттары осы болған. Ньютон заңын білу және есеп шығару жолдарын көру еді. Менің ойымша мақсатымызға жеттік. Енді өздерің үй жұмысы ретінде келесі есепті шығарып көріңдер. Массасы 250 грамм тыныштықтағы хоккей шайбасы 0,102 секунд
созылған соққыдан кейін мұз бетімен 30 метр секундқа жылдамдықпен қозғалар екен. Соққының орташа күшін анықтаймыз. Бұл есепте сендер екі формуланы қолданасыңдар. Бірінші формула Ньютонның екінші заңы. Екінші формула ол тең үдемелі қозғалыс кезіндегі үдеудің формуласы. Сабақты тыңдағаныңыздар үшін рахмет. Сау болыңыздар.